телевизорға не Не болып жасанып шықты? Білмеймін, байқадың ба сен де? Қандай әдемі парочка. Мына қорқынышты кинолар дейтін аты ғана болмаса ше, қазір дым қорқынышты емес болып кеткен, байқайсың ба? Айтпа, мен кезінде кинолар қорқыныш еді. Жоқ, қазір көріп отырмын, дымда қорқып тұрған жоқ па мысалы ше? Приколдар өтпесе. Ұйқым келіп жатыр ғой. Сонша заттар заказ бердік та. Мына не стоит қой мына киноға уже ше? Не болып кетті? Музан аға не болып жатыр? Одан телевизорға не болды? Не болып жасанып шықты? Білмеймін, байқадың ба сен де? Қандай әдемі парочка. Бұнда екі парочканы өлтірген отта негізі. Оны месінде қазір өлтіруге келемін. Мынау енді точно қорқынышты киноға саналады мынау? Назым бұл вообще кино клоун жайлы емес еді ғой? Не жайлайды сонда? Вообще бір клоун емес еді, вообще бір мынау. Аны қандай еді? Бір қонышты бір не бас бар еді ғой, андай гүл сияқты. Не аты? Демагорга? Демагоргың жайлы еді ғой? Не болып жатыр на светке өзі? Сен бас сеп отқан? Қомаш Назым, қасында тұрмын ғой мен. Шш. Білмей түсінбей қалдым мен. Қазір тілім жұтып қойым Назым, ойбай, сонда жаным шығып жатыр мен яқта. Бағаналы берсін. Кім? Не ғой, пицца ғой, айтпақшы болған пицца заказ берген едік қой. Енді келіп тұр ма? Тез кел мақұл ма? Кешікті? Тез кел. Пицца жейміз ба? Опа! О, пицца келді ғой, Pizza geldi. Öyle. Pizza geldi. Мына кім тағы? Музан, алдың ба пиццаны көрер ма? Не қылды? Не қылып тілім жұтып қой? Музан? Кетіп бара жатыр ма? Кетті ма? Жоқ, артымыздан келе жатыр Музан. Байқамай қандай адам бұш? Байқамай өзі кетіп қалды, байқамасаң. Неғып анау келе жатыр артымыздан Музан. Кет пицца жейміз. Тоқта. Мен не үшін келгенді? Не үшін келдіңіз сіздер? Сіз не үшін? Не үшін келдіңіз? Не істеп жатыр мұна Музан? Не істеп жатыр? Пышақ. Ана Күлме. Тоқта, күлме, тоқта. не істеп жатыр? Мынау болмады. Мынау болмады десе бірақ. Кәдімгі клоун десе клоун екен бірақ. Ойбай. Музан одан да бірдеңесін істейін деп отыр мынау. Рұсыр Музан. Шарикда пара жеп, өзінде пара жеккенсің ғой. Сол. Не прикол ұстап тұрсыңдар мене. Түсінді ма? Мен убийца клоунмын атак. Сен шыны өлтіруге келдің ба бізді? Жоқ, бізде неңіз бар сізсің? Сол, сіз қанша адамды өлтірдіңіз осы уақытқа дейін? Мен ба? Мен деген екі адам өлтіргем. Точно ма? Өзі ойланып қалды. Екеуін ет ойланбау керек қой, екеуі деп сразу айтсаңыз ғой. Сол ғой. Екі өлтіргем не түсінбей тұрсыңдар. Біз не үшін тауып алдыңыз онда? Бізге не үшін кеп тұрсыз вообще? Мен әдем парочкалар ғана өлтірем. Тоқта. Өзі пантайым кән? Сол, Андай бар ғой? өзі, бетін қарас, бетін. Бітсі келеді. Қой. Сен прикол ұстап тұрсың ғой, убийцаны алып қойсың ба? Сен қорқып та тұрған жоқпыз сен. Мұны не шығарып жатыр тағы? Іштеңе алматта уже. Бағанағыдай істеңізші, прикольно көрінетін зақтысызшы. Баға, Музан көрсетші. Пантомим бар ма? Өтіп білесің ба? Қандайлар пантомимді білесің ба? Мен саған прикол ұстайтын біреуім ба? Мен саған убийца, мен клоунмын ата кел. Ойбай. Мен бағаны телевизордан қайтып шыққанын көрмедіңдер ма не? Сол қалай шықты ке? Сол? Қалай істедің айтшы бізге? Біз өзіміз түсінбей қалдық қой. Тауым бұндай фокус бізге айтшы. Айтпаймын. Бірақ сондай фокустарды күшті екенсің, бірақ өмірде бірақ үйтіп қатты қорқынышты да емес екенсің ше? Айтпай. Вообще қорқып тұрған жоқпыз сен өмірде. Вообще қорқып тұрған жоқсың ба сонда? Нендей болсын қорқып тұрған жоқпыз ғой. Нендей болсын? Қолынан қорқан адамды көрмеппін. Қорқынышты. Пиццасын ашып көрші, пиццасын жекші пиццасы ке? Ашпа. Не үшін ашпаймыз? Біз пицца заказ бердік, өзіміз білеміз, ашамыз, ашпаймыз. Ашпа. Мына вообще теріс қарап тұр. Ойбай. Сен нені пиццаны алдырмағансың маған? Мен бұны последний ақшам алдым ғой.
Айттым ғой убийцамын деп. Сен Түсінбейсің. убийца емессің, сен ашқарақсың. Сен біздің пиццамызды жеп қойдың, біз сен үстіне заявление жазамыз. Полиция шақырып кетсің. Соғы. Звондамай қосыма. Телефон как? Звондамай. Неге звондамайды екен? Қосыма убийца жүр деп қалай айтасың полицияға? Сен соттайды зато. Сен бірақ түріңе қарап күліп өздері жіберіп жүрдің, адам өлтіремейді. Соғы. Соттайды. Иә. Қоймаңдар, қойыңдар ше. Не қойыңдар? Не алып соттайсың? Соттаймыз сені. Иә? Ато мен сендерді өлтіріп тастаймын қазір соттайсыз. Қайт өлтірсін, өлтірші, көрсетші, қайт өлтіресін. Ойыншық пышағы да болды, ойыншық пышағы. Қазір мен қорқып тұрмын, реально өліп кетсем несін lazım? Жоқ, ойыншық қой, мұнан қарса қолына не келеді дейсің бұл? Қорықпай қой. Кән, істеш, кән, өнерін көрсет. Сен маған пышағыңа болайын. Соғы? Темір пышақ. Негізі ше, клоун бітсеңізші сіз ше. Не? Сіз өзі қанша теңге табасыз адамдарды қорқытып? 7 теңге. 7 теңге? Адамдарды қорқытқан үшін ба? Қазір қара, темір пышақ келіп өзін өлтіріп, қазір қара. Өлтірейін. Қазір өлтірем мен сені. Қара, кім убийца екенін көресің. Қаға кетті анау я? Қазір сені өлтірем дейді. Қойым, полиция звонда онда. Кән, давай, Мозан, давай. Өзің өнерін көрсет. Кән. Кете. Өзі қорқып кетті ғой. Ешті қорқыту керек. Бізді қорқыту үшін келем деп қояды. Мозан, мен сен, сіз сол жерде тұрыңыз, вообще. Короче, мына клоун байқұс адамды қорқытамайды. Не дұрыс өлтіре алмайды. Бірақ андай спонтанно қорқытатын күшті екен да? Телевизорда пайда болатын ше. Давай скоро сен Амина Анисаның туған күні келе жатыр ғой. Иә? Соларға аны бағанағы самолетиктерін, мамолетиктерін істеп берсін да, хотя көңілдерін көтеріп кетсін да. Иә, болады, иә? Болады, вариант. Қанша теңге бере аласың? 5 мың теңге келсең сияқты. Бірақ 7 мың теңге табам дейді ғой. Өтірік сияқты, 5 мың теңге. Өтірік, 5 мың теңге, 7 мың теңге бермейді. 5 мың теңге нормально. Кеттік, айтайық та. Клоун! Клоун ба? Кім убийца клоуның деді ма? Не деді бұл? Не? Короче, саған бір предложениямыз бар. Не предложение? Сені скоро Мозанның қарындастарының туған күні болатыр. Сен сол жерде өзіңнің мынандай пышақтарыңды, фокустарын көрсетші оларға. самолетиктеріңді көрсетесің, олар мәз болып қалады. Мозан саду саған 5 мың теңге береді. Убийца мой мен не? Қойшы. Өзінің пышағына өзі қорқып кетті ғой. Сен пышаққа ақшам қағаздан сеп алғансың ба? Зато 5 мың теңге табасың ғой. 5 мың теңге, 7 мың теңге табам. Заказым көп, адам ұсап маған әңгіме етті. Заказың жоқ та ғой сенің? Маған заказ түсіп кеттім. 7 мың алсыңдар, алыңдар, алмасыңдар, кеттім мен. Мақұл, жылай бердің ғой, 7 мыңға аламыз, бопты 2 мың теңгені арысыне берісіне көруші. Алсыңдар ма 7 мыңға? Иә, мәз болып қалды ғой, 7 мың деген еді. Алай қарсы көндіріп алған, ешкім соқ. Болды, номеріңді ап аламыз біз. Так что осы жерде достарға айтып кетейік, мына клоунды қолдайық па, қолдамайық па, бұның бизнесін жалғастырайық па, жалғастырмайық па, комментарийға жазып кетіңіздер. 7 теңге тауып алайын деймін, 7 теңге. 7 теңгеге стоит па, достар, не стоит па, комментарийға обязательно жазып кетіңіздерші. Бірақ мынаны қорқытқан қай кезде сіздерге қаттырақ өтті, комментарийға жазыңыздар, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Колокольчик басыңыздар, ең бастысы достар. Еще достар лайк басуды ұмытпаңыздар, еще достарыңызға таратыңыздар. Мына клоунды өздеріңіздің туған күндеріңе келгеніңізді қаласаңыздар, комментарийға обязательно жазып кетіңіздер. Ал всем пока!